Birinchi kelgan meshitimiz o Sulton Süleyman'ın meshiti. Mineki kirib bara жатырмыз. Qarangizlar qanday kuchli tur. Hozir ishingizga kirib bo'lamiz. Qarangizlar, ishim o'ta adimi. Bu yoqda Aliya. Bizga o'shanday o'ramallar berdim. Hozir taqib bo'lamiz. Mana bitta qarangizlar, o'ta adimi, barliq Turkiya pramanda alaqanday bo'libdir. İstanbul. Mına жақта мешіт. Өте әдемі гүлдермен. Прям вид өте күшті тұр. Мына жақта бізде Сұлтан Сулейманның жатқан жері. Біз дейтін қайтып банкоматқа келдік. Кеше шығарған ақшамыздың барлығын отельге тастап кетіптік. Сонымен тағы да ақша шығаратын боламыз қазір. Бүгін тағы да осылай наличный ақша шығарып алдық. Қазір енді мамаға беріп қоямыз. Бізге Айгерім осы Стамбулдың күшті жерлерін таныстырып жүр. Бұл бізде площадь болыпты бұрында. Қазірде площадь екен, туристер жүретін. Мынау бізде Айя София мешіті. Туристер өте көп. Байқасаңыздар. Мына мешіттің барлық киноларда көретін шығарсыздар. Бұл бізде танымал мешіттердің бірі. Голубай мешіт. Қазір біз мына жақтан жүгері немесе андай орешектер алатын боламыз. Бұл тоже өте хит. Біз дейтін осындай орешектер алдық. Өте танымал. Барлық жерде сатып тұрады. Қараңыздар, прям күшті тұрып, прям Стамбул болып. Қазір енді біз бір видео түсіретін боламыз. Осы орешектермен бүйтіп соғыстырып. Осы көп мешіттің алдында. Қазір біз енді осы орешкелердің дәмін көреміз. Бізде қазір дегустация болады, достар. Бір қызық дәмі. Қазір Ханзада андай мороженое бар ғой, ойнатып беретін. Вот соны қазір Ханзада алайын деп жатыр. Ал кетті. Былай тұрсайшы. Мен осы жерім бұндаған ерім жетпесе. Опа. О, мұны осы. Where are you from? Where are you from? Қазақстан естіғансыда. Біз енді қазір шағаларды тамақтандыруға келдік. Осындай күшті бір жерде орналасыпты. Қазір ең төбесіне шығамыз. Короче, осы ең биікке шығамыз. И осы жерден тамақтандырады екенбіз. Қандай әдемі нажақ. Мінекей тамақ алдым. Қазір осыны қолымызды созып тұрып береміз. Осылай күтіп тұрады екенбіз. Қазір мама беріп көрейді. Мама! Мама! Болды алып кетті. Қазір біз Галата портқа келдік. Бұл жер, оказывается, осындай современный, қымбат, сондай бір жер екен. Қазір сол жерді көретін боламыз. Кеше біз осындай порттар болған, дәу үлкен, соларды қазір көреміз. Бүгін біз барлығын жылдам аралап жатырмыз. Себебі барлығы жақын жерде орналасқан екен. Сондықтан да тез болып жатыр. Бізде сағат қазір 12-ден 56 кетті. Біз уже почти соңғы локациядамыз бүгінгі. Қараңыздар, үлкен осындай круиз кемесі бар. Дәу прям. И мұнда бізде теңіз. Кеше біз осы теңіздің бойымен жүргенбіз. Ой, сарыдан асуға болмайды екен. Осылай, нажақтарды қазір қарап жүрміз. Короче, нажақ. Қаратсы жақа? Я. Бұл жақта, короче, байлар отырады екен. Торговый центр байларға. Біз қазір сол жерге бесіне барамыз. Себебі бізде байымызды қойса. Себебі бізді қойса. Келесі біздің келген магазиніміз, ол бізде Zara. Короче, Kikon затын алайық деп тұрған кезде именно бізге келік әсенек жоқ екен. Сонымен, короче, алмай шығып кеттік. Прям алғымыз келеді, бірақ
Енді қазір Зарадан киімдер көретін боламыз. Біз Зараны аралап жүрміз. И мен сіздерге өзімнің лукымды көрсеткім келіп тұр. Бүгін менде осындай вот образ өзіме ұнап тұр. И осындай кеше алған украшениямды тағып алдым. Достар, если мына қызды далада кездестірсеңіздер, онда қашыңыздар. Қазір біз енді күнайдың шоуға келдік. Біз өзіміздің обедімізге. Иә, біз обед ішуге күнайдың деген жерге келдік. Қазір осы жерге отырамыз. Посмотрите, осындай бір... өзіміз таңдап аламыз ба? Жоқ, қашын аласыздар, қашынға бересіңдер. Короче, мына жақтан біз қазір нан аламыз. Одан кейін су аламыз, иә? Мен фанта хочу. Мен тоже фанта хочу. Спайк аламыз ба? Қазір сенші? Қазір. Кола Енді қазір тамақ таңдаймыз. Köfte, kasap köfte bir tane. Bir kapak köfte tamam. Evet, ben yardımcı olacağım. Қасық. Мінекей біздің бүгінгі түскасымыз. Бұл өте күшті тамақ екен, оказывается. Қазір енді дәмдерін көретін боламыз. Біз осындай кофе заказ берген болатынбыз. Бұл түріктердің ұлттық тамағы ретінде жүреді екен. Ішінде вот еще сырымен. Күшті прям, қараңыздар. Дәмі деген өте дәмді екен. Осындай вот битпен. Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Әлемере арнасы және де сіздер біздің Турциядағы влогымыздың 5-ші күніне қош келдіңіздер. Достар, кешірім сұраймыз. 4-ші күннің влогын обедтен кейінгі түсірілген видео жоқ болып кетіпті. Сол себептен 5-ші күннің влогын жалғастырып көре берейік. Давайте, всем приятного просмотра. Бүгін біз Стамбулда осылай әдемі болып влогты бастайын деп шештім. Уже көріп тұрғандарыңыздай боянып алдық, жиналып алдық. Енді қазір уже Стамбулда аралауға шығатын боламыз. Бүгінгі күндік программада бізде Галатская башняға бару біз өте көп күткен. Және де Долмабахче сарайына баратын боламыз. Одан бөлек біз басқа бір райондарды қараймыз, көшелерге барамыз. И тағы, короче, Арбат сондай жерлерге баратын боламыз. Оның барлығын енді осы влогтан көресіздер. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар. Ал біз болсақ влогымызды бастаймыз. Бүгінгі менің образым осындай. Өте әдемі болып тұр. Юбка шорты киіп алдым осындай. И үстіме мынандай нежный бір ақ блузка. Сосын осы украшение прям ұнап жүр өзіме. Осылай аксессуарларын тағып алдым. Вот, осындай болып тұр. И бүгін күшті суреттер жасауға дайынбыз. Қазір біз метроға келдік. Метро арқылы баратын боламыз. Галатская башнядан бастайтын шығармыз. Бүгін менің образым андай тайландский образ болып тұр. Америка, пипкаташка, о май гад. Мили дорого богато, а мен такая вот. Ханзада бізде ЗОЖ ұстанады. Біз осылай көтеріп барып жатқан кезде осылай Ханзада деген пешком көтерілем деп бағана түскен кезде сөйттім. И мен алдыма су төгіп алдым, қараңыздар қандай болып тұр енді. Но дала өте ыстық, сол себептен кеуіп кетеді деп жүрмін. Короче, біздің мына жақта Галатская башня тұр. И біз әлі екеуміз қазір реакциямызды түсіргіміз келіп тұр. Давай. Я видео түсірейін былай Инстаграмда. Иә. Посмотрите, достар, тот самый Турцияда знаменитый Галатская башня. Как красиво, прям отдельно, достар. Достар өте әдемі болып тұр. Қазір біз шай ішеміз. Чизбектің дәмін көреміз. Дәмін көріп жатырмыз. Посмотрите, достар, біз
башняның тура қасындамыз, өте үлкен. Турецкий сериалдардан көру бөлек, ағылшынымызды көру бөлек екен. Қазір біз Қазақстанға магнитики алайық деп жатырмыз, өзімізбен бірге. Осындай магниттарды таңдап жатырмыз. Истанбул деп тұрған. И мұнда тоже осындайлар бар екен. Қазір таңдап алатын боламыз. Мына жақта Әлия өзінің подругасын осындай алып жатыр. Мен басқа бір магазин аламын ба деп тұрмын, потому что басқа әдемісі таппай жатырмын өзіме. Мен подругаларыма дегенім. И мама осындай алып жатыр. Білмеймін бұл кімге екенін, негізіше. Бүкіл нәрсе алып жатырмыз, короче. Потом Таразға, Астанаға барған кезде береміз деп. Осы магниттердің 12 штугын алып жатырмыз. Бұл көшеде винтажный магазиндер өте көп екен, қараңыздар. Осындай. И вот мындай тоже. Біз деген Галат мұнарасынан кейін жаяу жүріп Арбатқа келіп қалдық. Осындай Арбат екен. Күніне 3-4 миллион адам жүріп өтеді екен. Вот. Қазір енді осы Арбаттан жүреміз. Қызыл трамвай осы жерде жүреді екен, достар. Ол қашан келеді енді? Қараңыздар, қызыл трамвай өтті. Біз мына магазинге кіріп кеткенбіз, шықпаса кетіп бара жатыр ғой сөйтсе. Қазір украшение сататын жерге келдік. Бағасы 50 лира. Вау, мынау украшениялары өте көп, әдемі екен. Қазір мұнда қызыл трамвай тағы да өтейін деп жатыр. Моментті ұстап қалайын деп жатырмын. Ой, пардон. Вот, біз қазір мамаларды күтіп тұрмыз, олар киім алайын деп жатыр. Желтая машина. Мұнда көше бойларында көп магазиндер бар. Біз уже кіріп алып жатырмыз. Қазір мұнда осындай бір магазинге кірдік. Тоже әдемі киімдер бар екен, табуға болады. Қазір сізді ұнап жатса, аламыз. Қазақстандағыдай манго да бар екен. Қазір біз мангоның киімдерін көретін боламыз. Скидка уже жатыр ма еще? Бұл жатыр екен. Бағана манго жаманап келе тұрадық. Скидкасы жоқ деп сөйтсе, скидка уже жатыр екен, достар. Қазір біз мына жақта тұрған рубашкаларды көріп жатырмыз. Бүкіл киімге скидка уже жатыр екен. И мынандай екі белі қысып тұратын осындай рубашка бізде 750 турецкий лира тұрады екен. Примерно бағасы 10.500 теңге. Біздің бүгінгі өте әдемі образдарымыз. Посмотрите. Аяғым бас кеттік. Мен мынандай джинсовый юбка қарап көріп жатырмын өзіме мангодан. Размері XS негіз, бірақ все-таки кішкене үлкен болып тұрған сияқты. Бізде скидка болып жатыр екен. И мынау бізде со скидкой 699, ну почти 400 лира тұрады екен. Қазір біз деген осындай аксессуар сататын жерде жүрміз. Қараңыздар, өте әдемі екен. И түрлері өте көп. Мынау өте танымал жатқан капля 20 лира екен. Олар Қазақстанда өте тұрады. Қазір сіздердің көздерінше есептейтін боламыз. 680 теңге екен. Қазақстанда 4 примерно осындай болады, 4 теңгедей. Ханзада өзіне осындай бір серге қарап тұр. Қазір осыны алатын шығар. Ханзада өзіне осындай серге алды, бағана көрсеткендей. Қазір біз смит алайық деп жатырмыз. Популярный вот 2 шоколадный и потом бір обычный алатын боламыз қазір. Вот бізде обычный 10 лира тұрады екен, ал шоколадпен 25 лира тұрады. Teşekkürler. Hazır şokoladный simitin dәмін көреміз. Мұнда сары машина көп екен. Қазірдан аламыз достар. Қазірда сары машина. Біз дейтін қазір Дома бақша деген бір жерге келдік. Бұл сарай екен осындай. Бұрында Турцияны басқарған деді ма. Ұмыт қалдым, короче, достар, осындай Дома бақша деген. Вот. Осындай сарай екен, әдемі екен. Айналып бір жерге келдік. И қазір осы есіктен кірген кезде біз Дома бақша сарайына келеміз. Қараңыздар, қандай әдемі көрініс, және де әдемі қыз кетіп бара жатыр. Қараңызшы кәні. Вот, осылай. Жақта осындай бір су бар екен. Қазір енді біз дальше кетеміз. Ба, елін ақтан еші отсыңдар? Болды ма не? Болды ма, осы ма? Мен дальше кетеміз деп оратсам. Кетпейді екен біз ғой. Біз мұнда шөпте жатып демалып жатырмыз. Қандай
Қазір біз енді аралап болдық. Енді басқа локацияға баратын боламыз. Осылай отырмыз. Мен шашымды жинап алдым. А то дала ыстық болып кетті. Қазір мұнда кондер бар. Сол себепті рахат кішкене. Біз келдік біздің локацияға. Осы я. Қараңыздар. Мұнда тот самый популярный лестница. Адамдар деген сөйтсе өте тола. Мына жақтан фотоға түсу керек. Біз қалай болсын білмеймін енді. Адам деген өте көп. Андай әдемі болып түсу невозможно сияқты. Мына жақта мысық отыр. Қазір біз осындай бір жерге келіп қалдық. Бұл бізде оказывается ресторан екен. Осылай жерде отырып, короче, ыңғайланып тамақ ішуге. Вот мына жағы тоже ресторан. Осылай туристердің барлығы түсіріп жүр. Қазір біз көтеріліп бара жатырмыз. Мынау бізде қарапайым халықтар тұратын көше. Цветной үйлер, жаңа цветной үйлерде жүргенбіз. Дейсін сарт енді қазір үйлерді көріп көтеріліп бара жатырмыз. Біз дейтін бір кафеге келдік. Осындай бір әдемі оформлениясымен қазір өзімізге тамақтандырып жатырмыз. Мен бұл жолы өзіме осындай куриный фетучини алып келіп тұр. Ал қазір басқалар таңдап жатыр. Біздің тамақтар келді. Біз не заказ бердік десеңіздер, вот бізде болонеза, сосын фетучини, мұнда тағы спагетти. И біз Ханзада екеуміз осындай бердік. Ханзада қандай соуспен бердің сен? Қандай соуспен бердің? Соевый соуспен, ал менікі болса барбекю соусмен. Вот. И турецкий чай, конечно же. Біз пароходқа мініп жатырмыз. Турциядағы ең қатты ұнаған маған вид осы пароход арқылы. Қараңыздаршы, барлық Стамбул осылай көрінеді, өте әдемі болып. И теңіздің түрі өзі бөлек әдемі. Мұнда бізде арғы жақта Галата бақиясы. Біз уже түсіп жатырмыз. И мынау видті қараңыздаршы, қандай әдемі. Көзіміз тоймай жатыр. Вот. Сіздерге де барлық осы әдемілікті көрсеткіміз келіп тұр. Өз көздеріңізбен де көру бұйырсын сіздерге де. Мұнда кешкі базар болып жатыр ғой. 100 лираға сумкалар сатып жатыр. Адамдар деген толпа болып тұр. Ал біз болсақ қазір отельге бара жатырмыз. Осымен видеомыз аяқталды. Енді сіздерге күшті бір жаңалығымызды бөліскіміз келіп тұр. Біз әлі екеуміз сіздердің араларыңыздан 3 адамды таңдап, Турциядан әкелген сыйлықтарды беретін боламыз. Сол себептен достар, осы видеоға және де инстаграмымызға өте активны болып отырсаңыздар, сіздер мүмкін ұтып қалу мүмкінсіздер. Конкурстың шарттары описанияда болады. Сол себептен описаниямызға кіріп оқып кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша, всем пока, всем удачи!